Сәлем достар, сіздермен бірге MRG25 каналы. Бүгін біз мынандай тақырыпта видео түсіретін боламыз. Яғни сіз YouTube каналыңыз болса, видео түсірдіңіз, сол видеодан кейін сол видеоға өзіңіздің видеоңызды заставка қойғыңыз келеді. Оны сізге қазір көрсетемін, қалай істеу керек. Ең алдымен YouTube'ға кіресіз компьютермен. Содан кейін ваш канал басасыз, канал кіресіз. Осыдан кейін мына шет жағында, оң жағында творческая студия YouTube деп тұрады. Соны басасыз. Одан кейін видео деген тұрады, сол жақта. Соны басып, өзіңізге керекті видеоны таңдайсыз. Мысалға, мен мына видеоны аламын. Кейін мына жерлерді қарайсыз да, редактор деген бөлік тұрады, соны басасыз. Осындай бөлім шығады. Сіз заставка қою үшін, заставка қою үшін давай добавить конечную заставку дейсіз, соны басасыз. Бұл жердің өзіңіз қоюға болады. Және мына жерде параметры тұрады. Применить шаблон дегенді басасыз. Міне, өзіңіз ұнаған қоясыз, қайсысы керек соны аласыз да, применить деп басасыз. Осылай 3 бөлік шығады. Мына жерге өзіңіз видео не канал қоюға болады. Сосын өзіңіздің видеоңызды қою үшін басқа бөлек видеоны, бірақ өзіңіздікін осы жерден басып таңдап аласыз, қайсысы. Мысалы мен мынаны аламын. Және екіншісі, оны да тап солай істейсіз. Кейін ортасына осылай тұрады. Соңында істеп болғасын сохранить етуді ұмытпаңыз. Сонымен болды. Сіздерге көрсетейін, шыға ма екен. Кейін видео деген басып, жаңа видеоңызды қойып, қарап жіберейік, бар ма екен. Міне осылай шығады. Бұл сізге видеоңыздар басқа адамдар қарауға пайдасын тигізеді. Сонымен видеоны қарағаныңыз үшін рахмет. Лайк басып, подписаться етіп кетіңіз. Сонымен сау болыңыз.